Армысың қазақ елі, ағайын туыс бауырлар. Менің аты жөнім Асқаров Серік Әлібекұлы. Астана қаласының тұрғынымын. Белсендімін. Белсенділікке үйде бей-жай жата алмай, белсенділікке шығып, осы елім жерім деп шырылдап жүрген жанның бірімін. Білетіндеріңіз де бар, білмейтіндеріңіз де бар. Сол себептен мен сіздерге қысқаша өзімнің ойымды сіздерге жеткізсем деймін. Ештемеден қорықпаңыздар, ағайын. Ойласып көріңіздерші, осыдан 1-2 жыл бұрын біз қандай жағдайда болдық, қазір қандай жағдайдамыз. Мен осы мынау 1 мамыр күні шеруге шығып, алғаш рет сонда қамалып, жаңағы уақытша ұстау изоляторында болғанда маған хат жазып, біз бұрын ас үйде жүріп қана айтатынбыз. Оның өзі біреу естіп қалмасын деп ақырын шыбырлап айтатынбыз Назарбаев жөнінде. Қазір сіздерге қарап біз батылданып жатырмыз. Көшеге шығып, Астананың төрінде шеруге қатысып, бәрің жаңағыдай ат салысып жатсыңдар деп рахметтерін айтып жазған хаттары болатын. Сол хаттардан күш жігер алып, халықтың қалауы жаңағы болғандықтан, халық қолпаштағандықтан мынау жерді, елді, мүддені, тілді сақтап қалуға атсалысып жүрмін. Өзім Жангелді ауданы Торғайдың тумасымын. Сол жерде туып, сол жерде кіндік қанын тамған. Аталарым барлығы бірінен бірі өткен батыр, ақын. Солардың ұяты мені жібермеді. Өйткені күресу керек. Ер жігітке, ер азаматқа күреспесе болмайды. Оның азамат екендігі солмен ғана дәлелденеді. Құйтырқы болмайтын залым адамдармен күресуге, шайқасуға ер жігіт қана шығады. Оның қасында қазір апаларымыз, әжелеріміз, тәтелеріміз көшеде жүргенде еркекке жату, үйде жату, ол өте ауыр күнә десе де болады. Бәрін біліп отырмыз, бәрін көріп отырмыз, қандай саясат болып отқанын да білесіздер. Бәрі дұрыс емес екенін де білесіздер. Бірақ жұмыстың құлы болғансыздар. Жұмыстың құлы, жұмыс құл деген сол. Жұмыс бәрін шешетін. Жұмыстарың болмаса, бір далада қалып қоятын адам сияқтысыңдар. Жоқ, жұмыс біз іздеу керек. Әр өзінің саланың маманын жұмыс өзі іздеп табу керек. Біз жұмыс іздемеуіміз керек. Бізді мынау құлдық санаға, отаршылықтан әлі оянбаған халықты құлдық санада ұстап отырған, жерден алып жерге салып отырған мына билікте наразы болып, көшеге шығуларыңыз керек. Көше партиясын қолдап. Көше партиясы ешқандай билікте тіркелмейтін, тек қана көшеде айқын күресетін нағыз қазаққа керек партия. Сол партиямен бәріміз бірлесе отырып, өзіміздің мүддемізді, өзіміздің жаңағы ойымызды бәрін тұжырымдап, тілімізді аман сақтау, жерімізді аман сақтау. Біздің осы қазір қолымызға кеп тұрған жақсы бір айла тәсіл десе де болады. Күресейік ағайын, қарап отырмайық. Білесіздер бәріңізде ешқандай жақсылық болып жатқан жоқ екенін. Әйтеуір соғыс жоқ, тәуба дейсіздер. Бірақ мынандай өмірден ар жағы болашақ не болады? Ұрпағымыз қалай болады? Ертең біреуге құл болса, сонда не болдық? Біздің мұнда өмір сүргенімізден сүрмегеніміз артық еді ғой. Соны ойласу керек. Мен де 5 баланың әкесімін. Ұрпақ тәрбиелеп отқандықтан мен өзімнің балаларыммен бірге халқымның балаларын далада тастамауға атсалысып күресіп жүрген азаматпын. Мен ешқандай кедергіге де қарап жатқан жоқпын. Менің жақындарым да, бауырларым да жаңағы не болмаса
ауылдағы өзімнің жерлестерімді қолдамай, қайтесің оны, басыңды қатырып, керегіне саған деген. Жоқ, күресуіміз керек. Біреуіміз бәріміз жатқан болмайды. Біреуіміз күресу керек. Біреуі көзі ашқаннан кейін, оян қазақ деп өзімнің атам айтып кеткендей, Міржақып Дулатұлы, оята алмай кеткен қазақты оятуға тырысуымыз керек. Ахмет Байтұрсыновтар, біздің елімізге қаншама күш, мынау 16 жылғы революцияны көтерген Амангелді Имановтардың үйлерінен келіп алып атқан малдарын патшаға және жанын аламыз дегенде қарсы шыққан сол кездегі қазақтың бойында үрей, қорқыныш сол әлі қалыптасып келе жатыр. Қазір бәрін алып жатыр. Зейнетақы қорларыңда жоқ, жаңағы алып жатқан жалақыларыңызда толық алып жатқан жоқсыздар. Бәрінде жаңағы қысып жатыр. Сіздерді қаншама жаңағы ресурстардың пайдасынан қысып жатыр, бермей жатыр. Соның бәрін көріп тұрып, бәрі жақсы дейсіздер. Сол ғой, бұл да сол кездің геноциді, сол геноцид басқа түрде жүріп жатыр. Ол 19 ғасырдағы не болса 20 ғасырдағыдай болмайды ол. Ол басқаша болады. Міне өзгеріс, заман өзгеріп жатыр. Қазір 21 ғасырға келдік. Әр түрлі, әр елдің, әр заманның өзінің ағымы бар. Сол сияқты қазір бізге жаппай көшеге шығып, осы билікті құлату. Біздің ойымызда бәрі де бір жерден шығу керек. Ағайын, басқа ешқандай ештеме керек емес бізге. Біз осына билікті құрып, бір жақсы билікті орнату, болашақта жерімізде, елімізде аман сақтау, өзіміздің салт дәстүрімізді бәрін қалыптастыру. Біз ұмытып баратырмыз, біз надан болып баратырмыз. Өзіміздің қайдан келгенімізді білмей қалдық. Орыстың Екатерина екіншісі айтқандай, қазақ кім екенін білетін болса, бір күнде жер бетіне тұрмайтын еді деді. Бәрін жаулап алатын еді деді. Сол бізді ұмыттырып келе жатқан құлдық сана, отарлық деген осы. Ағайын, күресіңіздер. Мына өзі Торғай облысы бұрынғы көп, ұзақ, жаңағы жерді үлкен алапты алып жатыр. Соның қаншама адамдары, қаншама жігіттері бар. Шығыңыздар, қорқаңыздар. Облысымызды дал-дал қылған сол Назарбаевтан не жақсылық көрдіңдер? Әлі күнге дейін шашылып жүрміз. Жолдың өзі тесік жамау. Ештеме өзгерген жоқ. Өзгермейді. Өйткені бұлар парақорлар. Намыстары жоқ. Бұлар басқаша түсінбейді. Сол себептен бұлармен алаңда ғана, бейбіт түрде көшеге шығып, адамның көптігімен ғана біз жеңіске жетеміз. Көше партиясы алдыға. Ағайындар, жатып қарап қалмаңыздар. Болды, ұйықтап болдық уже. Алдыға, только тек қана алдыға. Жақсы, рахмет, көп-көп.